Айша, Аянат, бүгін біз тәжірибе алаңында отырмыз, Бүгінгі біздің жасайтын тәжірибеміз физикалық құбылыстардың бірі ауа қысымының судың ағуына әсері, қалай әсер етеді екен, соны білуіміз керек. Ол үшін бізге керегі бос стақан, бос бөтелке, шырын ішетін түтікше, қағаз стақан керек болады, және сусын. Қазір біз бірінші Аянат көрсетсін, Аянат анда қақпағын аша қойшы. Бұрап аша қой. Аша, бұрап. Ашаш. Не байқадыңдар? Не байқадық? Енді бұрап жаба қой. Жаба қой. Жаңа Аянат қақпағын ашқанда не байқадыңдар? Су ақтыға көтерілді. Су ақты, мына стақанға су ақты. Ал қақпағын жапқан кезде не болды? Жоқ болды. Су тоқтады, дұрыс айтасыңдар. Ендеше біз бүгін шырын ішетін кулерді қолдан дайындаймыз, Ол үшін қанекей, мына бос бутылкаға біз не істейміз? Мынаны тағып алайық. Түтікшемізді мына тесігіне келтіріп тағайық. Айша, мен қазір Аянат бутылкаға су құямын. Айша, сен андағы пілдің тұмсығын бітей тұр. Қазір біз ептеп, ақырындап су құйып аламыз. Осы суымыз жеткілікті болады. Енді бұл тәжірибеміздің қалай жүзеге асқанын көреміз, Қақпағын аша қой, Айша. Бер қарата бұра, маған қарата бұра. Не болды? Су ақты, Ендеше біз мына кулерден шырын іше аламыз бекен? Іше алады екенбіз, Енді қақпағын жауып қояйық. Неге су ақты қақпағын ашқанда, қалай ойлайсыңдар, қыздар? Тушкасы деген нәжін тесік қылдық біз. Біз не істедік? Қақпағын ашқанда ауа кіргіздік, Ауа қайтты, суды қысты, содан су ақты. Енді қақпағын жаптық, біздің суымыз ағуын тоқтатты. Мінекей, осылай біз қолдан өзімізге шырын ішетін кулер дайындап алдық. Енді үйде өстіп шырын ішіп отыруымызға болады екен, Ұнады ма сендерге тәжірибеміз? Тамаша. Айша, сен қатты арқарата бұрап жатсың ғой, тоқтатып жатсың ба суды? Ағыздың ба? Су ақты ма?